Жапония тылсым табиғатымен, әсем қалаларымен, ерекше салт дәстүрлерімен әлемге танылған ерекше мемлекет. Әлем халқының назарын өзіне аудартқан Жапония мемлекеті жайлы не білеміз? Жапония Шығыс Азияда орналасқан аралдық мемлекет. Бұл мемлекет еленген 3000-нан астам аралдар. Тынық мұхитының солтүстік батыс бөлігінде орналасқан және ұзындығы шамамен 3000 шақырым доғаны құрайды. Жапония мемлекеті өте әсем болғанымен, аса қауіпті жерде орналасқан. Орлық, қарлық тағы осы секілді қылмыс түрлері жөнінен қауіпсіз ел болып есептеледі. Алайда орналасқан аумағы сейсмологиялық белсенді орта болғандықтан табиғат апаты жиі болады. Жапонияда жылына 1000-нан аса жер сілкінісі болады. Әйткенмен, бақыттарына орай олардың басым көпшілігі жай ғана жеңіл тербелістер. Дегенмен, үкімет қирап құлаған ғимараттарға жыл сайын миллиардтаған ақша бөліп шығынға ұшырайды. 2011 жылы ажал деп аталған жер сілкінісі Жапония тарихындағы ең күштісі болып тіркелді. 1924 жылы Канто ауданында 8 балдық жер дүбірінің нәтижесінде 100 000-нан астам адам өмірімен қош айтысқан. Күн шығыс мемлекетінің мәдениеті қазіргі таңда кең таралған мәдениеттің бірі. Олар өздерінің салт дәстүр, наным сенімдерінің кино, фильм, аниме, көркем шығарылымдары арқылы күллі әлемге паш етеді. Батыс елдерінде тамақты дауыс шығармай ішу жөн деп есептеледі. Ал Жапонияда керісінше тағамды дауыс шығарып тұрып ішу. Ол дегеніңіз аспазшыға құрмет, яғни жеп отырған астың дәмділігін көрсету болып келеді екен. Күншығыс елі қазіргі заман ағымы мен ежелгі дәстүрді бірдей сақтаған ел. Мұнда ежелгі рухтар қақпасымен аспанмен таласқан зәулім үйлер, дәстүрлі іс-шаралары әлі күнге дейін тіршілік етуде. Олар өте адал адамдар. Мысалы, метрода әмияныңызды жоғалтсаңыз, адамдардың көбісі әмияныңызды полиция бөлімшесіне іліп тапсырады. Кио әлемдегі ең қауіпсіз мегаполис. Қауіпсіздігі соншалық 6 жасар бала қоғамдық көлікте жалғыз жүре алады. Жапондықтар ішімдіктен аулақ жандар. Сонымен бірге отбасында аға мен қарындастың мүлде сөйлеспеуі, немесе бір-бірінің ұялы телефондарын білмеуі бұл елде қалыпты жағдай. Бір қызығы, олар қонаққа шақыру дегенді білмейді. Сондай-ақ олар өте еңбекқор халық. 10-15 сағат бойы үзіліссіз жұмыс істей береді. Бір үйренерлігі, жұмысқа дәл уақытында келу өте ұят қылық. Олар бару керек жерге жарты сағат жетуге тырысады екен. Жапонияның көшелерінен қол шатыр салынған мүсіндерді көре аласыз. Шындығында да тұтас бір елдің жетістікке жетуінің құпиясы жапондар өз ойларын басқара білуінде. Олар тіпті жоқ деген сөздің өзін айтпайды. Әр жапон балаларын мейлі мектепте, мейлі үйде, мейлі жұмыста болсын өз ойын басқара алатындай және өзінің жағымсыз ойларының басқалардың өмірін бұзуына жол бермейтіндей табиғи жолмен тәрбиелейді. Қарап отырса, жапондар салт дәстүрін берік ұстанған. Олар бүкіл елден өзінің дамыған технологиялармен дараланып тұрса да, атадан балаға жалғасып келе жатқан салт дәстүрлерінің біреуін де ұмытпаған. Мәдениеті де жоғары дамыған. Жапония туралы айтылатын дүние өте көп. Олар жайлы айтатын мәліметтер де жетерлік. Бірақ біз осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.